Тікелей эфирде біз жалғастырамыз көрермен және жанымда Шырайлым. Қал жағдайыңыз қалай? Шүкір, бәрі керемет, бәрі ойдағыдай, бәрі жақсы. Мгм. Ал енді Абылай мен үміткері екеуі ортада. Я, Естіп отырсыздар, біз сонша қуанған екі жастың деп айтайықшы, иә. Басталған таныстығы дәл қазір бір шиеленісу үстінде секілді ме сіздің көзқарасыңызға? кішкене сол жағы көңілге қаяу түсіріп тұр деп айтсам болады. Себебі сырттай өте жақсы жарасатын жұп демей-ақ қой, енді жастар еді. Бірақ бүгінгі ситуация кішкене көңілді түсіріп тұр. Ә, Қыздың айтқан пікірлерін естідіңіз және Абылайдың көңіліне тиген секілді. Абылайдың өзінің көңілін біз бастан байқаған болатынбыз. Бұл жерде қыздың көңілі басынан бастап дұрыс ашылмағандығы деуге бола ма? Ол, скорее всего, қыздың емес, жігіттің, наоборот, жігіттің көңілі ашылмағанына бір күмән білдіргеннен кейін осындай сұрақ қойылып жатқан сияқты. Себебі қыз басында Абылайды қалап келді, көріп келді, андай жүзіне қалай айтсам болды, андай болды бір интереспен сондаймен келген қыз болатын. Абылайға деген действительно қызығушылығы өте жақсы болып келді. Енді біз жігіт жақтан кішкене суықтықты мүмкін байқағаннан кейін мен ол қызды не істеймін, қолдаймын негізі бір жағынан. Точно конкретный ответін біліп алғысы келіп тұр да қыз деген. Бар да нет ұстап қаласың ба, мен кете берейін ба, жоқ әлде ары қарай жалғастырасың ба менімен бірге деген сияқты айтады ғой. Мультиматум қойып жатқан сияқты да, мне кажется, и ол бір жағынан дұрыс. Жақсы, енді бұл жағдай қазір тікелей эфирде қалай жалғасатынын көретін боламыз. Ал дәл қазір мен сіздің Гүлбайра жайында және Дихан жайында ойыңызды білгім келіп тұр. Бұл тақырып кішкене шынымды айтсам андай ауыр тақырып қой. Ата ана қайсымызға болсын өте ауыр тақырып. Мен өзім білемін, мен өзім сондай адам, себебі бұл жақта көбісі бізде анандай жақты қолдап кетті қатысушыларымыз. Қаталдықты, қызды қатал ұстауға болмайды деген қатты. Но қаталдықты махаббатпен шатастыруға болмайды негізі, действительно. Бұл жақта жігіттер айтады, жоқ, ол дұрыс, ол өзінің махаббаты, мейірімі дейді. Нет, путаете. Вообще қаталдық пен махаббат екеуі екі түрлі нәрсе. Қызды еркелетіп, бір жағынан қызға 40 үйден тыйым деген нәрсе бар. Бірақ соны 10 жағынан қолдана білу керек та. Қатты қызды, если жоқ, сен бітпе, сен сөйтпе дей беретін болсаң, қыз өзінің мнениясын айтпай, ынжықтау өзіндік ойын жоғалтып алады. Өзінің. Және осы жерде қызға 40 үйден тыю деген нәрсені біз қаталдықпен шатастырмауымыз керектігін түсінбейді көбісі. Әрине, қызға 40 үйден тыйым деген ол өте жақсы сөз негізі. Қыз деген айқайлап күлмеу керек, қыз деген бағанағы кішіпейіл болу керек, сыпайы болу керек. Оның бәрі элементарный нәрселер. Ал қаталдық деген ол мүлде басқа. Қатты айтқаным болмасын, бірақ қол көтеру, мысалы, жігіт сияқты тәрбиелеу, қыз деген, вот бұл үйіңді действительно қаталдық. Банағы, если қызға сомнение ұстап, оны көме беретін болсаң, мамам всегда айтады, мен өте еркін қылып өсірген, мен үйімдегілерім. Тогда қыз жабылып қалады. И бұзылуы, қатты бетіп қысқан нәрсені бетіп шығара салсаңыз, ол бұзылуы өте жеңіл болады. Сол себепті қызға қатты қысым жасаудың қажеті жоқ. Бұзылатын қыз сандықта да бұзылады деп айтатын маған анашым. Сол себепті лучше қызға, не только қызға, өзінің баласына сенім болу керек бірінші очередь. Әрине, ата-анадан сенім мен қолдау ол бала үшін бірінші орында тұратын дүние. Сол арқылы сенімділікті сезіп өседі ғой бала. Ал енді бұл жерде Гүлбайраның айтқанын естідіңіз. Көзіне жас алған сәтте де жүрекке тиеді қыз баланың бұндай бір жүректі ауыртатын тақырыпты қозғағандығы. Бірақ енді толық дұрыс түсініп айтып тұр ма, әлде кішкентай бала позициясында тұрма, осы нәрсенің аражігін ажырата алмай тұрған қатысушылар көп секілді? Негізі Гүлбайра айтып жатыр, барынша әке шешесін жақсы жағынан көрсеткісі келіп, жақсы жағынан кез келген бала өзінің әке шешесін жақсы жағынан көрсетеді. Бірақ Гүлбайра әке шешесін сондай қысымды көргені көрініп тұр да, сол себепті жылап қалып жатыр да. Бірақ бізге жоқ, ондай емес деп мойындағысы келмей тұр. Бірақ мен ойлаймын, ішінде по-любому бір үлкен бір мүмкін реніш шығар. Сондай бірдеңе жатқан сияқты. Мен оны бірақ енді білмеймін, толық білмеймін сол ішінен жатқанын.
сол себепті бірақ өзімнің пікірім бойынша Гүлбайраның ішінде по-любому бір мұны бар сияқты. Жақсы. Біз келесі жарнамада қайта ораламыз, көрермен.